Көзімізді жұмамыз. Терең-терең, өте терең-терең қатты дем аламыз. Терең-терең дем аламыз. Ауызбен шығарамыз, мұрынмен тартамыз. Дем аламыз, дем аламыз, дем аламыз. Енді мұрынмен тартамыз. Тартамыз. Демді ұстаймыз. Енді жаймен шығарамыз ауызбен. Асықпай, жаймен ауызбен шығарамыз. Демді ұстаймыз. Және де демді тартамыз. Және ұстаймыз, демді жай шығарамыз. Енді терең дем аламыз, расслабляемся. Босаңсытамыз бүкіл денемізді, бүкіл жан тәнімізді босаңсытамыз. Босаңсытамыз, барынша өзімізді бос ұстаймыз, барынша өзімізді еркін ұстаймыз. Терең өз ішкі жан дүниемізге үңілеміз. Енді өзіңіздің кішкентай кезіңіздегі еске алып көріңіз. Қай жерде сізге ата-анаңыз, ағаңыз, әпкеңіз сізге рұқсат етпеді. Саған болмайды деді. Немесе алғаның үшін кінәлады. Немесе бір қалаған затыңды алғаның үшін өзіңді кінәлі сезіндің. Немесе сен білмей алып қойған затың үшін өзіңді ұрлықшы сезіндің. Немесе біреулер айтты саған ұрлықшысың сен деп. Сол моменттерге барамыз. Қай жерде саған қалаған ойыншығыңды, киіміңді, затыңды, тамағыңды, шоколад, конфет алып бермей қойды. Қай жерде саған айтты, саған ол болмайды, ол байларға, ол сен үшін арналмаған. Саған емес ол, болмайды ол саған деп, қашан саған рұқсат бермеді. Әрбір сәтті еске түсіреміз. Әрбір сәтті. 3 жастағы еске түсіреміз. 2 жаста. Мүмкін бір ойыншық алып бермей қойған шығар. 1 жасты. Еске түсіруге тырысамыз. Әрбір моментті барып, сол моментте тұрғандай проживать етеміз. Сол моментте тұрғандай елестетеміз, сол сезімдерді қайтадан сезінеміз. Проживать ету дегеніміз ол сол сезімдерді қайтадан сезіну. Сол ішкі бар жан тәнмен, бар жан дүниемізбен бірге сол сезімдерді қайтадан сезінеміз. 4 жас, 5 жас, 6 жас, 7 жас, 12 жасқа дейінгі сен қалаған нәрселерді алып бермеген моменттерді еске түсіріп, барынша сол сезімдерді қайтадан сезінеміз. Терең-терең дем аламыз. Сезінетін кезде ауызбен дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Терең-терең осындай темпте сол эмоцияларды сезіну барысында, сол эмоцияларды шығару барысында өзіңді ыңғайсыз жаман сезінетін болсаң, жылағың келетін болса, барынша өзіңнің эмоцияларыңды баспай, сезімдеріңді баспай шығарып тастауға тырыс. Осылайынан прям ауызбен алып, ауызбен тез шығарып, интенсивті түрде дем аламыз. Сол кездегі сезімдерді, сол кездегі іштегі агрессияны, іштегі қорқынышты, іштегі ашуды, ызаны, кекті шығарамыз. Осылай дем алу барысында іштегі бүкіл сезімдерді шығарамыз. Барынша шығарып тастауға тырысамыз. 1 минут уақыт беремін. 1 минуттың ішінде сіз бүкіл ішіңіздегі бар эмоцияны, ашуды, ызаны, сол алып бермей қойған моментті қайтадан барып, не айтқыңыз келді, мысленно, ойша сол сөздердің барлығын айтуға тырысып, және әрбір сол іштегі бір ыңғайсыздық сезім болатын болса, ауызбен қатты демалып, сол іштегі
сезімдерді шығарып тастаймыз, прям дауыстап тұрып демаламыз, иә. Егер жалғыз болсаңыз, комнатада, бөлмеде дауысты шығарып, айқайлап та шығаруға болады. Сезінеміз, әрбір моментті еске аламыз, әрбір сәтті еске аламыз. Енді іштегі сезімдер шыққан болса, терең-терең демаламыз, расслабляемся қайтадан. Расслабляемся. Босаңсимыз. Шықпаған сезімдер болса шығарып аламыз. Енді терең демаламыз, өзімізге келеміз кішкене, расслабляемся. Және де қайтадан сол моменттерге барамыз. Енді біздің сол моменттегі сценарийларды қайтадан жазып шығамыз. Миымыздағы установкаларды, убежденияларды, блоктарды, миымыздағы сезімдерді, сценарийларды, ойларды қайтадан жазып шығамыз. Переписываем. Терең-терең демалам, және әрбір сол сәтке барып, саған сен не қаладың, соны артығымен алғандай етіп елестетеміз. Артығымен алғандай етіп елестетеміз. Сен ойыншық алдың ба, бір ойыншық алғың келіп тұр ма? Саған алып бермей қойды ма? Сол моментте соны қайтадан миымызды, сценарийді қайтадан жазамыз. Как будто бы сол нәрсені алып бергендей елестетеміз. Бір ойыншық алғың келді ма, саған бірнешесін алып берді. Бір конфет алғың келді ма, саған бір коробкасын алып берді. Барлығын қайтадан проживать етіп, қайтадан сценарийді қайта жазып шығамыз. Миымызға жаңа программа береміз. Сол сезімдерді қайтадан сезінеміз, каково болды, қандай жақсы болды. Жағымды болды ма? Қалай сезім тұрсың? Алғың келген затты саған артығымен алып берді. Аяқ киім ғана алғың келді ма? Саған бүкіл образбен, аяқ киім сумкасымен, көйлегімен, кофтасымен, рубашкасымен қосып, барлығын курткасымен қосып алып беріп жатыр. Мен өзіме рұқсат етемін деп айтамыз. Егер мүмкін болатын болса, дауыстап айтқандарыңыз дұрыс. Мүмкін болмаса, қасыңызда адам немесе бала ұйықтап жатқан болса, іштей өзімізге айтамыз, мен өзіме рұқсат беремін. Мен өзіме рұқсат беремін. Осының барлығы қалыпты жағдай. Это нормально артығымен алу. Это нормально қалаған затыңды ала салу, қалаған затыңды алып беру, қалаған затыңды өзіңе рұқсат беру, ол қалыпты жағдай. Ол солай болу керек еді. Это так и должно было быть. Это нормально, Сезінеміз. Енді бүкіл қалаған затыңды, алғаныңды өзімізге сезінеміз, қабылдаймыз, бүкіл жан тәнімізбен, жан клеткаларымызбен бүкіл қалауымды рұқсат етіп жатқанымды сезінемін деп айтамыз өзімізге. Терең-терең демаламыз. Дәл қазір оң қолымызды кеуде тұсымызға қоямыз, жүрегімізге. Және де осы соғып жатқан жүректің тек сен үшін ғана соғып жатқанын сезінеміз. Осы жүрек тек мен үшін ғана соғып жатыр, және Алла тағала жүректі, бауыр, бүйрек, бүкіл органдарды, бүкіл ағзадағы қан тамырлар
әрбір клетканы тек мен үшін ғана жаратты, тек сен үшін ғана жаратты. Сезінеміз әрбір клеткамызды, соғып тұрған жүректі, және өзімізге айтамыз, екінші қолымызды кеуде тұсымызға қоямыз және айтамыз, мен бармын. Мен мына әлемде бармын, мен өзіме қалағанымды алуға, қалағанымды сұрауға рұқсат етемін. Мен бар жақсыға лайықпын. Алла тағала мені бағалап қойған. Мен Алла үшін өте құндымын. Мен бағалымын. Мен өзіме рұқсат етемін. Терең-терең демаламыз. Дәл осы керемет сәтте көзімізді ашып, көзімізді ашқаннан кейін 1 минут үнсіздікте отырып, осы болған медитациядағы сезімдерімізді анализ жасап, сезініп шығамыз. Сіздермен болған Айдана Астықбекқызы.